асқабақты торадық, пиязымызды торап, бәрін дайындап алдық. Үстіне фаршымды салдым. Енді қазір араластырамыз. Қара бұрыш салдық. Тұз. Және сумай құямыз. Қойдың майын, үш майын торадық. Дегенмен сумай құйып жібереміз. Міне кескен нанымыздың біреуі 20 грамдай болады. 20 грамм нан болатын болса, қамырымызға біріп, 40 грамдай ет кетеді. Міне 10 сеу. Енді қазір пакетке салып тастаймыз. Қазір көрейін. Міне ровно 20 грамм болды. 10 сеу, 10-ға араластырдық та. Нанымыз қатып қалмау үшін бәрін пакетке салып, шетіне нанымызды жаямыз да, мантымызды жасай береміз. Түбінің бәрін подносымызды майлап тастадым, манты жабыспас үшін. Міне қазір морозильникке қоям, қатыруға. Міне мантым қатты. Енді жинап пакеттерге салып тастайым. Пакетке салдым. Енді пакеттің аузын буып морозильникке жіберем.